Сәлем баршаңызға, сіздерге ташкенттік бауырсақ деп аталатын дрожжы жасалатын бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Бізге керекті малдың майы, сары май, су, қант, тұз. Алдын ала майларымызды ертіп аламыз. Бірінші малдың майын және сары май, қант, тұз салып, лопатканың көмегімен араластырамыз. Араласып болғаннан кейін ұнымызды кішкене бөлігін салып алып, одан кейін суымызды құямыз. Тағы да ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Өлшенген ұнымызды осылай салып, лопаткамызды алып, қолымызбен илейміз. Егерде қолымызға жабысып жатса, ұнымызды себеміз. Осындай қамыр болып шығу керек. Бетін жауып, тындырып қоямыз. Табамызға майымызды қыздырып қоямыз алдын ала. Тестімізді осылай оқтаудың көмегімен жаямыз домалақтап. Тестімізді қатты жұқада емес, қалыңдай емес қылып жайып, кесіп шығамыз видеодағыдай. Осындай кішкентай қылдырып кесіп болғаннан кейін бізге терка қажет. Теркеге осылай форма шығарып аламыз. Алдын ала қыздырған майымызға осылай салып, қуырып аламыз екі жағын. Маған ұнаған бауырсақ осы ташкенттік бауырсақ болды. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Ас болсын, сау болыңыздар.